Ридзердің медициналық мекемелерінде кенеге қарсы тегін иммуноглобулин бітті. Демек, кене шаққандардың саны артып барады. Неге қалада иммуноглобулин жоқ? Қашан болады? Бастысы, зиян шеккендерге кене шаққанда не істеу керек? Кенелердің белсенділігі мерзімі басынан Ридзерде 621 шағу оқиғасы тіркелген. Өткен жылдың осы кезеңінде кенелер ридзерліктерді 516 рет шаққан. Көріп отырғанымыздай 12 маусым күніне кененің шаққанына шағымдармен 105 адамға көп жүгінген. Әр қауіпті өрмекші тұқымдастармен шағылғандардың саны артып барады. Бір аптаға жуық кененің шағуынан зәбір көргендерге дәрігерлер кенені денелерінен алып шығуға көмектесуде, ал иммуноглобулин соқпайды. Ол 4 маусымда кене мерзімінің қыза түскен кезінде бітіп қалған. Кенеге қарсы иммуноглобулин бізде 4 маусымда бітті. 2019 жылдың аяғында бізде 576 мл болған. Биыл 2000 мл алынды. Кене 621 адамды шаққан. Бар болған бүкіл иммуноглобулинді жұмсадық, өйткені 10 келі салмаққа 1 мл кетеді. Орташа салмақ 70-80 келі. Сондықтан әр адамға 7-8 мл кетеді. 2019 жылмен салыстырғанда кененің шағуы көп болды, 105 адамға. Иммуноглобулин тез бітті. Гамма-глобулинді бізге тағы келеді деп үміттенеміз. Әзірше ол жоқ болғандықтан тұрғындарға өз денсаулықтарының қамын өздері ойласын деп айтқымыз келеді. Алдын алудың күшті құралы кене энцефалитіне қарсы екпе салдыру. Алайда энцефалитке қарсы вакцинациядан Ридзерде бірліктері ғана өтеді, және негізінен кәсіби көрсеткіштер бойынша. Ал осы қауіпті ауруға шалдығу мүмкіндігі екпе салмаған әрқайсысында бар. Ол үшін саяжайға немесе орманға бір ғана сәтсіз барып келу жеткілікті. Күзде міндетті түрде кене энцефалитінен екпе алу керек. Неге күзде? Өйткені иммунитет бірден екпені қабылдауға дайын болмайды. Оған уақыт керек. Иммунитет екінші екпеден кейін 2 аптадан соң пайда болады. Сол үшін жақсы мерзім ол күз. Қазанда бірінші екпе саламыз, қарашада екіншісін. Күзде бір себептермен екпе салып үлгермегендер ерте, көктемде салдыра алады. Наурызда біріншісін, сәуірде екіншісін. 4 мамырға дейін 2 екпені алып қою керек. Бір жылдан соң 3 екпе салынады. 3 екпенің курсы 3 жылға. Әр 3 жыл сайын адам бір екпеден алып отырады. Күз әлі келген жоқ, иммуноглобулин әзірше жоқ. Сондықтан, құрметті тұрғындар, денсаулықтарыңызға өздеріңіз қараңыздар. Дәрігерлер ридзерліктерге кенеден сақтануларын айтуда, яғни табиғатқа шыққанда неғұрлым мұқият болуда. Бұл қауіпті жұқпаны іліп алмауға тырысуға. Ол үшін орманға дұрыс киінуді және арнайы репелленттерді қолдануды. Ал егер кене бәрібір шағып алса, кеңестік диагностикалық орталығының дәрігерлері тыныштандыруға тырысты. Кене шаққан адамды жәрдемсіз қалдырмайды. Бірінші кезекте жұмыс күндері емханаға келу керек. Ал демалыс немесе мереке күндері стационарда иммуноглобулин болғанда қабылдайды. Кене шаққан әр адамға дәрігер ұсыныстарын береді. Бірінші, тіркеу жеріне келу керек. Тіркеуші фильтрға жібереді, фильтрдан хирургқа жібереді. Хирург кенені алады, шаққан жараны өңдейді және өзінің ұсыныстарын береді.